Allahu Akbar, Allahu Akbar. Аллах Тағала қасиетті жұма күні мешітке бас келген қадамыңызға сауаптан жассын. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бекіткен жұма уағызының тақырыбы тәуекел сыры тұңғиық. Тәуекел дегеніміз қандай да бір істі бастаған кезде сол істе жетістікке жететін себептерді жасай отырып, нәтижесін Аллах Тағалаға тапсыру. Аллах Тағала қасиетті Құранда айтады: Астағиду билла фа'будху ва таваккал алейхи. Ендеше оған ғана құлшылық жасап, оған тәуекел ет деп айтады. Яғни Аллах Тағалаға құлшылық жасап, Аллах Тағалаға ғана тәуекел деп айтады. Ал пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзінің хадисінде айтады: Лау аннакум татаваккалуна ала Аллахи хаққа таваккулихи ларзақакум кама ярзуқу ат-тайра тағду химасан ва таруху битона. Егер де сендер Аллах Тағалаға шынайы тәуекел ететін болсаңдар, таңертең аш кетіп, кешке тоқ оралатын құстарды қалайша ризықтандырса, сендерді де тура солай ризықтандыратын еді деп айтады. Демек, бұл хадистен байқайтындығымыз, тәуекел дегеніміз бұл себептерді тастап қою емес. Яғни бұл хадистен байқайтындығымыз, құс екеш құстың өзі себебін жасап жатыр ризық табу үшін. Ұясынан ұшып, ризығын іздеп жатыр. Сол секілді адамды қандай да бір істі бастаған кезде жетістікке жететін себептерді толықтай орындап, нәтижесін Аллах Тағалаға тапсырады. Одан кейін Алланың қалауымен не сол ісінде жетістікке жетеді. Сөйтіп Аллах Тағала шүкіршілік жасайды. Немесе ойындағыдай болмай қалатын болса, оның өзі сәтсіздік деп қабылдамайды. Өйткені ол адам қолынан келген баршасын жасап, Аллах Тағалаға тәуекел етті. Сол үшін де өзінің сауабын алады. Және де сол ісінен бір тәжірибе алады. Сол тәжірибе жинағаннан кейін басқа істі жаңадан бастайды. Өйткені бір істе ойындағындай болмай қалса, бұл бір есік жабылғанымен басқа есіктер жабылды деген сөз емес. Басқа әрекеттер жасауға тырысады екен мұсылман адам. Бұл тәуекел деген сөздің қысқаша мағынасы. Аллах Тағала қасиетті Құранда былай деп айтады: Астағиду билла фаиза азамта фатаваккал ала Аллах инна Аллаха юхиббул мутаваккилин. Егер де қандай да бір іске бел буатын болсаң, Аллах Тағалаға тәуекел ет. Расында Аллах Тағала тәуекел етушілерді жақсы көреді деп айтады. Демек, бұл тәуекел дегеніміз Аллах Тағаланың пенделерінен жақсы көретін амалы. Біз бір іс жасаған кезде, оның себебін жасап, Аллах Тағалаға нәтижесін қалдыратын болсақ, демек біз Аллахтың сүйікті іс-әрекетін жасап отырмыз. Басқа аяттарда Аллах Тағала айтады: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Кім-кім Аллах Тағалаға тәуекел ететін болса, Аллах Тағала оған жеткілікті деп айтады. Яғни, бір істе кімге арқа сүйеу керек? Тек қана Аллах Тағалаға арқа сүйеу керек. Пәленше туысым депутат еді, үлкен бастық еді деп оған арқа сүйеу дұрыс емес. Қандай да бір істе тек қана Аллах Тағалаға ғана мұсылман адам арқа сүйеу керек. Және тәуекелдің тағы бір үлкен артықшылығы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде айтады: мен қиямет күні болатын нәрсені көрген кезде көптеген пайғамбарларды көрдім дейді. Бір пайғамбарлардың қасында бір-екі адам бар дейді. Бір пайғамбарлардың қасында үлкен қауым бар дейді. Сөйтіп, мен үлкен екі көкжиектен көп бір қауымдарды көрдім дейді. Сол мынау сенің үмметің деп айтылды дейді маған. Сол үмметтің ішінен 70 мың адам есеп-қисапсыз жәннатқа кіреді деп айтылды дейді пайғамбарымызға. Сол есеп-қисапсыз жәннатқа кіретін адамдардың бір сипаты, олар Аллах Тағалаға тәуекел ететін құлдардан екен. Демек, адам ертең қиямет күні Аллах Тағаланың құзырына барған кезде ең үлкен нығметтердің бірі ол есеп-қисапсыз жәннатқа кіру. Сондай пенделердің қатарынан болу үшін сондай сипаттармен сипатталу керек. Сондай сипаттардың бірі бұл Аллах Тағалаға тәуекел ету. Яғни қандай да бір іс жасаған кезде сол істің жетістікке жету үшін бүкіл себептерін орындап, содан кейін нәтижесін Аллах Тағалаға тапсыру. Яғни ешқандай себеп жасамаған секілді
я Алла, осы істің нәтижесін сен ғана күтемін деп Аллах тағалаға тапсыру. Яғни кейбір кезде адамдарды байқаймыз, бір іс жасаған кезде ешқандай бір себептерін орындамастан мен тәуекел еттім деп жатады. Бірақ бұл нәрсе тәуекел емес, оны тәуәкүл деп айтады. Бұл қате нәрсе. Хадисте келеді ғой, бір адам пайғамбарымыздан сұрайды: түйемді аяғын цаулап тәуекел етейін бе, немесе цауламай тәуекел етейін бе? Қалай Аллаға тапсырайын? Аяғын цаулап тапсырайын ба Аллах тағалаға, немесе цауламай тапсырайын деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам себебін жасап, яғни аяғын цаулады, одан кейін барып Аллах тағалаға тәуекел ет деп айтады. Сол секілді барлық істе себебін жасап отыру өте маңызды екен. Және де тәуекел туралы Абу Саид әл-Хараз деген үлкен ғұлама былай деп айтады: тәуекел атқаратын істе Аллаға сену, оған арқа сүйеу, үміттену және оны еске алып жүректің тынышталуы деп айтады. Сонымен қатар дүние істерінде ризық несібеде және жүзеге асуы Аллаға тиесілі болған барлық іске қатысты қайғы мұңнан жүректі арылту деп айтады. Ертеректе Ибрахим ибн Адхам деген бір кісі болған екен, үлкен ғұлама ғалым. Сол кісінің Шақиқ әл-Балхи деген досы болады. Ол Шақиқ әл-Балхи деген кісі саудамен ұзақ жолға сапар шегеді екен. Сөйтіп күндердің бір күні бір алыс жолға шығайын деп жатқан кезде Ибрахим ибн Адхам деген ғалым ол кісіні шығарып салды. Бірақ бірнеше күннен кейін сол кісіні кезіктіріп қалады. Сөйтіп мән-жайын сұрайды: не болды, ұзақ жолға шыққан едің ғой деген. Сол кезде Шақиқ әл-Балхи деген кісі былай деп айтады: мен мынандай бір көрініске куә болдым дейді. Жолда бір жерде көзі көрмейтін, қанаты сынған бір құсты байқадым дейді. Сөйтіп ішімнен ойладым дейді: мынау құсқа Аллах тағала ризық несібені қалай береді екен деп ойладым дейді. Сөйтіп ойланып тұрған кезімде бір құс келді да жаңағы қоректі жаңағы құстың аузына салып берді дейді. Сөйтіп мен мынандай ойға келдім дейді: мынау қанаты сынған, көзі көрмейтін құсқа Аллах тағала ризық несібені беріп жатқан кезде қалайша маған Аллах тағала ризық бермейді деп мен үйге қайттым дейді. Сол кезде Ибрахим ибн Адхам деген ғалым былай деп айтады: сен неге өзіңді қанаты сынған, көзі көрмейтін құстың орнына қойдың дейді. Неге сен өзіңді жаңағы сол мұқтаж болған құсқа ризық келуіне себеп болған құстың орнына неге қоймадың деп айтады. Яғни пайғамбардың хадисіне келеді ғой: беруші қол алушы қолдан хайырлы деп айтады. Сол секілді мұсылман адамда әрқашанда осындай сипатта болуға тырысу керек екен. Және де себептерден жүзіліп қалып, неге маған осындай нәрселер келіп жатыр деп сұрақ қоюдан аулақ болу керек. Барынша себепті жасап, нәтижесін Аллах тағалаға тапсыру керек. Одан кейін ойымыздағыдай болса, Аллах тағалаға шүкір етеміз. Егер де ойымыздағыдай болмай қалса, бәрібір біз еш нәрседен ұтылмаймыз. Өйткені біз себебін жасадық, қолымыздан келген нәрсені жасадық және Аллаға тапсырдық. Ал ойымыздағыдай болмай қалса, демек бұл Алланың бізге беріп жатқан сынағы. Сол нәрсеге сабыр етеміз бе, сабыр етпейміз бе деген секілді. Және бұл тәуекел етудің көріністерін білеміз, қандай да бір іс бастаған кезде деп айтып жатамыз, немесе бір өмірімізде бір емтихан бола қалғанда көрініс табады. Егер де жыл бойы бір шәкірт оқымай соңында тек дұға жасап емтиханнан өтіп кетемін деп айтуы, бұл да бір қате тәуекел. Барынша емтиханға дайындалып, барын оқып, содан кейін барып Алладан сұрау керек. Міне бұл дұрыс тәуекел. Сол секілді тәуекелдің орын алатын тағы бір нәрсесі, көрінісі, бұл адам өз нәпсімен күрескен кезде де тәуекел ету керек. Мынау адам баласы намаз оқып, ораза ұстап жүргенімен бұл кемелдік дәрежесіне жетті деген сөз емес. Адамның өміріндегі ең үлкен күресі бұл нәпсісімен күресі. Адам нәпсісімен өлгенше дейін күресіп өтеді. Әр күні адам өзінің нәпсісімен күреседі. Нәпсісі оны жамандыққа тартатын болса, адам ақылымен, иманымен ол нәпсісін бағындырып тізгіндеу керек. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: «Қад афлаха ман тазакка». Кім нәпсісін тазартатын болса, сол адам құтылды деп айтады. Сол үшін адам әр қашанда
мынау нәпсісімен күрескен кезде де тәуекел ету керек. Яғни қолынан келген барша нәрсені жасап және Алладан жәрдем сұрап Аллах тағалаға тапсыру керек. Және Алла тағалаға үнемі дұға етіп жүру керек. Алла тағаладан, шайтаннан пана тілеп отыру керек. Жаман нәрселерден, уәсуасқа түсіп кетуден, күнәға түсіп кетуден сыйынып отыру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның таңда және кешке оқыған зікірлері бар, сол зікірлерді оқып отыру керек. Сол зікірлерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көптеген нәрселерден Алла тағаладан пана сұрайды. Шайтанның азғыруынан, көз тиюден, еріншектіктен, жалқаулықтан, кедейліктен, күпірліктен, адасудан, көптеген нәрселерден пана тілеп дұға сұрайды да, және соған сәйкес әрекет етеді, амал жасайды. Жүрегін тазартудан мұсылман адам дұға етеді да, және сол жүрегі таза адам секілді әрекеттер жасайды. Оған тағы да бір мысал, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір дұғасын айтады: «Я муқаллибал қулуб, сәббит қалби аля диник». Ей жүректерді өзгертуші, менің жүрегімді дініңе нық ет деп дұға етеді. Яғни адам баласының жүрегі ол бір қалыпта тұрмайды, өзгеріп тұрады. Адам қашан мысалы намазға енді келген кезде иманы сондай кәміл, Алла тағала көріп тұрғандай, ешқандай қателік жасамай, кішкентай күнәнің өзінен сақтанып жүретін сондай бір керемет халде болады. Бірақ бірнеше ай өткеннен кейін иманы әлсіреп, немесе бір жаман ортаға түскен кезде иманы әлсіреп, намазына немқұрайлы қарап, бірте-бірте боғауыз сөздер айтып, сондай нәрселерге үйреніп кетеді. Демек, адамның жүрегі өзгеріп тұрады. Сондай нәрседен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға жасап, өзінің жүрегін, өзінің дініне нық етуін сұраған. Тағы да бір мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Ханзала деген сахабасы болады. Бір күні сол Ханзала деген сахаба былай деп айтады: Ханзала екі жүзді болды деп айтады. Сөйтіп айтып айтқан кезде Хазірет Әбу Бәкірді кездестіреді. Хазірет Әбу Бәкір оның жағдайын сұраған кезде, Ханзала жағдайын қалай деген кезде, Ханзала екі жүзді болды деп айтады. Неге олай айттың деген кезде, өйткені біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасында болған кезде, Пайғамбарымыз бізге жәннатты, тозақты айтып, уағыз айтқан кезде, біз құдды бір соны өз көзімізден көріп тұрған секілді амал етеміз дейді. Бірақ отбасымызға, бала шағамызға барған кезде, дүние тіршілігімен араласқан кезде, біз сол нәрселерді ұмытып кетеміз деп айтады. Сөйтіп, мен өзімді екі жүзді болып сезінемін деп айтады. Әбу Бәкір радиаллаху анху кісінің сөзімен келіседі, сол нәрсенің мән-жайын сұрау үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келеді. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға болған нәрсені айтады. Сол кезде Пайғамбарымыз айтады, енді бұл нәрсенің орынды екендігін айтады. Өйткені сендер қалайша менің қасымда отырған кезде, жәннат пен тозақ айтылған кезде, сондай халде егерде бір қалыпта жағдайда жалғастыра берсеңдер дейді өмір бойы, онда дейді сендер таңертең тұрған кезде періштелермен қол беріп амандасатын едіңдер деп айтады. Яғни мынау пенденің мәні де сол, пендешілігі сол, бұл періште емес. Яғни оның арасында күнә жасап қоятыны бар, оның нәпсісі бар. Періштелер секілді үнемі құлшылықта болып, үнемі истиғфарда бола бермейді. Яғни періштелер үнемі бір халде, ал адам баласы бұл бір халде емес. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, саа ва саа деп айтады. Бірде былай, бірде былай. Яғни бірде иманның жоғары дәрежеде, бірде иманның сәл түсіп кетеді деп айтады. Сол үшін үнемі иманымызды күшейтіп, көбінесе уағыз тыңдап, жақсы ортада болып, шыншыл достармен араласу керек. Аллах тағаланы еске алатын, қандай да бір қателіктеріміз болса, бізге жеке шығарып алып, ескерту жасайтын шыншыл достармен бірге болу керек. Өйткені Пайғамбарымыз айтады өзінің хадисінде, жақсы дос пен жаман достың мысалын айтады. Жақсы дос ол әтір сатушы секілді деп айтады. Саған әтірін беруі мүмкін, немесе жағып беруі мүмкін, немесе тым болмаса иісі бойыңа жұғып қалады. Ал жаман дос бұл темір ұстаз секілді деп жаман достың мысалын келтіреді. Және мынау Аллах тағалаға тәуекел етудің тағы бір көрінісі, бұл Алланың дінін үстем болуына қызмет етуде тәуекел ету. Мынау мұсылман адам әрқашанда
Алланың дінін үстем қылуға, қоғамға пайда беруге тырысып жүру керек. Мұсылманның парыздарының бірі бұл адамдарды жамандықтан тыйып, жақсылыққа шақыру. Әсіресе мынау қазіргі заманда адамдар мынандай бір ойға, мынандай бір дертке душар болған. Әркімнің өзінің шекарасы бар. Жеке шекарадан асып, маған ақыл айтпа, маған бір нәрсе үйретуші болма деген секілді сондайда бір ойда кетіп баратады. Егер де бұндай бір ойда жалғасатын берсе, біздің қоғам күйзеліске ұшырайды, құлдырайды. Өйткені әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмаса, қоғам бұзғыншылыққа апарады. Сол үшін шариғатымызда мұсылманның бір міндеті адамды жамандықтан тыйып, жақсылыққа шақыру. Және де осы істі жасаған кезде де біз Аллах Тағалаға тәуекел етеміз. Барынша бауырларымызға насихат айтуға тырысамыз, барлық себептерді жасауға тырысамыз. Аят келтіріп, хадис келтіріп, бабалардың сөзін келтіріп айтуға тырысамыз да, нәтижесін Аллах Тағалаға тапсырамыз. Өйткені хидаят беруші бұл тек қана Алла. Біз қаншалықты жақсы айтсақ та, Алланың қалауы болмаса, ол нәрсе орын алмайды. Өйткені тіпті мынау білесіздер, Аллах Тағала қасиетті Құранда мынау екі мысал келтіреді. Күпірлік келтіргендер, жаңа әйелдердің мысалын Нұх пайғамбар мен Лут пайғамбардың әйелдерін мысалға келтіреді. Тіпті күйеулері Алланың сүйікті құлдарынан болса да, пайғамбар болса да, бірақ олар тура жолды таңдамады. Қаншама, яғни ең жақын адамы Алланың сүйікті құлы болып пайғамбар болса да, олар Аллах Тағалаға күпірлік құлдардан болды. Қаншама насихат айтса да, бірақ нәтиже бәрібір ол Аллах Тағаладан. Сол секілді мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең көркем түрде дінді жеткізуші болған пайғамбарымыздың өзі Таиф деген жерге барып дінді жеткізген кезде олар не істеді? Қарсы шығып тас атты. Демек, бәрібір де нәтиже Алладан. Сол үшін бір бауырларымызға насихат айтқан кезде, ақыл кеңесімізді айтқан кезде барынша көркем түрде жанашырлықпен насихат айтуға тырысамыз, ақылымызды айтуға тырысамыз, бірақ сонда да нәтижесі Аллахтан екендігіне біз ұмытпаймыз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тағы бір хадисінде келеді, былай деп: "Ман қала иза хораджа р-раджулу мин байтихи бисмиллах таваккалту ала Аллах ва ла хаула ва ла қуввата илля биллах яқулу лаху удит ва куфит ва уқит." Үйден шыққандағы дұға бар ғой, соны айтқан кезде де тіпті біз былай айтамыз, иә, бисмиллах таваккалту ала Аллах. Бисмилля деп айтамыз, Аллах Тағалаға тәуекел еттім деп айтамыз, иә. Және де Аллах Тағаланың күш қуатынан артық ешқандай күш қуат жоқ деп айтады. Кімде-кім осылай айтатын болса, үйінен шыққан кезде, яғни Аллаға тәуекел еттім деп айтатын болса, онда ол кісіге былай деп айтады: "Сен міне тура жолдасың, сен қорғаудасың" деп айтылады. "Сен тура жолмен жүргізілудесің, құтқарылдасың және қорғауға алындың" деп айтылады екен. Сол үшін үйден шыққан кезде әрқашанда осы дұғаны айтуға тырысу керек. Және халқымызда да айтады, мынау тәуекел түбі жел қайық, жүзесің де өтесің деп айтады. Сол үшін тәуекел дегеніміз бұл қандай да бір істі, қандай да бір кәсіпті бастаған кезде, қандай да бір бастама бастаған кезде жетістікке жететін себептерді зерттеп, басқа адамдармен ақылдасып, иә? Өйткені айтады ғой, "Ва амрухум шура байнахум" деп айтады. Яғни мұсылмандар, олар жағдайлары қандай, яғни бір-бірімен ақылдасады, бір-біріне шынайы насихат айтады, бір-біріне жанашырлық жасайды. Демек, мұсылман адам бір іс жасаған кезде себептерін зерттеп, ақылдасып, орындап, содан кейін барып Аллах Тағалаға тәуекел етеді. Сөйтіп, Аллах Тағала сол нәрседе жетістікке жеткізетін болса, Аллах Тағалаға шүкірлер айтады. Өйткені хадисте келеді, мұсылман адамның қандай жағдайда болмасын, жағдайы өте керемет. Егер де бір жақсы нәрсе келетін болса, оған шүкіршілік етеді да, Аллах Тағала оған сауап жасайды. Егер де бір қиындық келетін болса, оған сабыр қылады. Ол сол нәрседе бәрібір ол сәтсіздікке ұшырамайды, бәрібір табысқа кенеледі. Және де пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, жаңағы егер де сендер Алла Тағалаға шынайы түрде тәуекел еткен болсаңдар, құсты қалайша ризықтандырса, сендерді де тура солай ризықтандырады деп айтады. Құсты білеміз,
таңертең аш шығып кешке қарай қарны тоқ келеді. Сол секілді мұсылман адамда қандай да бір істе жатып алмай себебін жасап Аллаға тәуекел ету қажет. Және де бауырлармен ақылдасу керек. Және де тағы бір нәрсесі, бұл себепке қатты кіріп кетіп, жаңағы іс-әрекетке көшуден жаңағы тартынып жатамыз. Сол бір нәрсені зерттеймін деп іштей жаңағы адам не істей береді, қорқа береді. Мүмкін былай болып қалса ше, мүмкін былай болып қалса ше деп өзін-өзіне тартыншақтана береді. Сондай кезде де басқалармен ақылдасып отыру керек. Басқа тәжірибесі молырақ адам бұл жерге айтып жібереді, бауырым, мен бұл нәрсені көріп тұрмын, сенің қолынан келеді деген секілді. Сен осы нәрсені жасада, Аллах тағалаға тәуекел ет деп, шынайы өзінің ақылын айтып жүреді. Және де айттық жаңағы тәуекелдің көрініс табатын нәрсесі бұл нәпсімен күрес уақытында тәуекел ету. Адам баласы әрқашанда өзінің нәпсісін тазалап, жүрегін таза ұстауға тырысу керек. Өйткені Құранда келеді, Аллах Тағала айтады: "Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим." Ол күні дейді, қиямет күні мал дүние және бала шаға ешқандай пайда бермейді. Тек қана Алла Тағаланың құзырына таза жүрекпен келген адам ғана құтылады деп айтады. Сол үшін осы жолда күресу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Билал Хабаши деген сахабасы болды. Бұл кісі, білесіздер, жаңа Африка материгінен бір қара нәсілді кісі болады. Сөйтіп пайғамбарымыздың бір сахабасы ол кісіге былай деп айтады: "Сен жаңа қара әйелдің баласысың" деп, жаңа ол кісінің ренжітетіндей бір сөз айтады. Сол кезде Билал Хабаши радиаллаху анху пайғамбарымызға келіп осы жайды баяндайды. Сол кезде пайғамбарымыз жаңағы айтқан сахабаға былай деп айтады: "Анта раджулун фика джахилия." Сен сондай бір адамсың, сенің ішіңде әлі де надандық бар деп айтады. Шынымен адамды түсіне қарап, немесе бойына қарап деген секілді сондай нәрселерге қарап адамның бір кемшілігін айту, бұл надандық екен. Өйткені адам баласы ондай нәрселерді өзі таңдап алмайды. Бұл Алла Тағаланың жаратылысы. Қашан осындай нәрселерді айтып бір кемсітетін болса, демек бұл адам жаңағы адамды кемсітіп жатқан жоқ, оның жаратушысына бір кемістік айтып жатыр. Сол үшін басқа адамдарға мәміле жасаған кезде, бір сөз айтқан кезде байқап айтуымыз керек. Өзі таңдап алмайтындай бір түр түсіне қарап кемсіту, бұл қате нәрсе. Сол үшін әрқашанда Алла Тағала дұға етіп, бойымызды тазалап, жүрегімізді тазалап жүруге тырысу керек. Басқа адамдарға насихат айтқан кезде де барынша көркем түрде насихат айтып, нәтижесін Аллахқа тапсырып, тәуекел етіп отыру керек. Әр ісімізде өйстіп тәуекел етіп отыратын болсақ, әрқашан біз Алланың жақсы көретін амалын жасап отқанмен тең. Өйткені Алла Тағала айтады, қасиетті Құранда: "Инналлаха юхиббул мутаваккилин" деп айтады. Аллах Тағала естіп білгендерімізге амал етуді нәсіп етсін. Аллах Тағала бізге қайырлы білім нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил алемин. Амин.